Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге салаттардың ең дәмдісі лечо салатын дайындайтын боламыз. Алдымен бізге керегі болгар бұрышы, ашты және тәттісі, сәбіз, петрушка, укроп, бір бумадан, қызанақ және сарымсақ. Алдымен болгар бұрышымызды тазалап, жуып, осылай көлемдікте турап шығамыз. Барлығын алдын ала дайындап алыңыздар. Сәбізді корей салатын өткізетін өткіштен өткізіп алдым. Сіздерде бұндай өткізгіш жоқ болса, жіңішкелеп қолмен турасаңыздар болады. Және бір бума петрушка, бір бума укропты өстіп ұсақтап пышақпен тураймыз. Менің каналымда басқа да салаттардың рецептісі бар. Каналыма кіріп, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, өз комментарийларыңызды қалдыра кетсеңіздер болады. Ендігі сарымсағымызды осылай жіңішке қылып, үлкендеу болса 4-ке бөліп тураңыздар. Қызанағымызды осынша көлемде кесіп турап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Міне барлығын дайындап алдым. Енді салатымызды қуырамыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, ең бірінші сәбізімізді қуырамыз. 5-7 минут аралығында қуыруымыз керек. Кішкене жұмсарады сәбізіміз. Оның үстіне болгар бұрышын саламыз. Бұны да 5-7 минут аралығында араластырып отырып қуырамыз. Қуырылған кезде кішкене көлемдері азаяды. Міне қуырылған кезде осының үстіне ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды құямыз. Жақсылап араластырып қайнағанын күтеміз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеле кетіңіз. Алдыда неше түрлі салаттар жасайтын боламыз. Міне бір қайнағаннан кейін татымына қарай тұз саламыз. Мен 3 қасық тұзын салдым. Және 3 қасық қант салдым. Сіздер араластырып дәмін көріп, татымына қарай салыңыздар. 2 ас қасық 9% уксус құйдым. Жақсылап араластырып, осы сәтте сарымсақ пен петрушка, укробымызды саламыз. Жақсылап араластырып 20 минутқа қайнатамыз. Осы арада қара бұрыш түйірлерін саламыз. Мен 10 шақты түйірін салдым. Салатымыз осындай қоюлықта, әдемі түсте болып шығады. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ыстықтай салатымызды алдын ала буланып, стерилденген банкілерімізге құйып, бір түнге төңкеріп қойып, орап тастаймыз. Өзі асықпай суы керек. YouTube'та қазақша каналдардың дамуына үлес қосқыңыз келсе, каналыма лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.